енді бірден бастай берейік сұхбатты. Енді сіз біздің өзінің тақырыпқа байланысты Әзербайжан ұлтының бізге Қазақстанға келу мәселесінде біраз сұрақтар қоямын. Енді бірінші өзіңіз туралы кішігірім ақпарат беріп өтсеңіз, аты жөніңіз, одан кейін Қазақстанға қалай келдіңіздер, болмаса ата бабаларыңыз қашан келді, сол туралы бір кішігірім ақпарат берсеңіз. Аты жөнім Умбетов Тұрсынқұл. Әке шешеміз 44 жыл сол Грузиядан келген. Түркиямен шекарада 5 районда 44 жыл сол ноябрьда осы жерге келген. Өзім 52 жыл туылған. 72-73 жастамын. Мамандығым агроном. Осы жерде туылып өскен. Сол Кавказдан келгеннен осы ауылға түскенбіз біз. Бозарық ауылына. Содан мына 72-73 жыл болды. Осы жерде туылып өскен жерім. Әке шешем 44 жыл келген. Олар. Ол мемлекеттің саясаты ғой әкелген. Ол соғыста Түркиямен шекара болғаннан кейін сол нені грузиндер, армендер, сөйлердің ішіндегі түріктерді, именно мұсылмандарды айдап осы жерге әкелген. Фактически біз өзі түркпіз. Неде? Тәрекеме түркі дейді біздерге. Бірақ сондай саясат болған сол заманда, Совет өкіметінің заманында түрк деген атты общем не olмайтын болған. Сонымен заставить қылып әнерді документтерде де басқада да қазір бұл әке шешеміз біреуі түрк жазылған, біреуі Азербайжан жазылған, заставить қылып Азербайжан жазылған да сол уақыттарда. Сонымен әкеліп осы жерге тастағаннан кейін сол Азербайжан бойынша қалып кеткенбіз. Мысалы үшін женшең екі ині, екі сіңлісі бар. Екеуі түрк жазылғанда, екеуі Азербайжан жазылған. Мен де біздің әкеміз Азербайжан жазылған. Осы жерге әкелі тастады дегенмен осы жерде қондық, өстік, өндік. Өзім институт бітірдім. Ташкентте сельскохозяйственный институт бітіріп, агроном мамандығын алғам. Одан кейін келіп, Телманда совхоз